Асқабақ дәнінің 10 ауруға ем болатынын білесіз бе? Негізінде асқабақтың адам ағзасына пайдасы ежелден белгілі. Бұл көкөністі тамақ ретінде жеу арқылы ағзаны қажетті дәрумендер мен минералды заттарға толықтырасыз. Әрі көптеген дертке дауа болатын қасиеті бар. Әсіресе асқабақтың дәні өте пайдалы заттардың қайнар көзі. Айталық, асқабақ дәнімен халық емінде жүрек қан тамыр ауруларын емдейтінін білесіз бе? Одан да басқа 1000 түрлі дертке шипа болады. Нақтырақ айтқанда, қандағы холестерин деңгейін түсіреді. Жүрегі ауыратын науқастарға асқабақ дәнін үзбей жеуге кеңес береміз. Өйткені бұл дән қандағы холестеринді төмендетіп, тромбтың түзілуін реттейді. Құрамындағы фосфор, мыс, темір элементтерінің арқасында қан аздық пен атеросклероз ауруынан айықтырады. Климакс кезіндегі ауырлықты болдырмайды. Етеккір үзілісі кез келген әйелде ауыр өтетін жағдай. Бұл уақытта 40 түрлі дерт қозып, жалпы жағдай нашарлайды. Гормоналдық өзгерістер орын алады. Ал осындай ауырлықты жеңіл өткергіңіз келетін болса, онда құрамы дәрумендер мен минералды заттарға бай асқабақ дәнін жеуге әдетке айналдырыңыз. Климакс кезінде әйелдің қызуы көтерілуі мүмкін, тоқтаусыз терлеуі, көңіл-күйдің нашарлауы мүмкін, жүрек соғысы өзгеріп, қан қысымы ойнауы мүмкін. Бұл жайсыздықтың бірден-бір емі асқабақ дәні екенін ескеріңіз. Қатерлі ісіктің алдын алады. Асқабақ дәні кукурбитин деп аталатын теңдессіз байлықтың қайнар көзі. Ал бұл зат өз кезегінде қатерлі ісік ауруының алдын алып, ағзаны сақтайды, әрі қорғайды. Мамандар асқабақ дәнін үзбей жейтіндердің бауыр, сүт безі, тікшек, ұйқы безі, өкпе, қатерлі ісік ауруларына ешқашан шалдықпайтынын растайды екен. Қандағы қанттың мөлшерін реттейді. Шынында да, өздеріңіз білетіндей, қант диабетіне шалдыққан науқастар белгілі бір мәзірде тамақтануы керек. Қантты, тәттіні, ащыны, майлыны шектейтін болса, ал көкөніс, жеміс, буға піскен және қайнатылған тамақтарға рұқсат етіледі. Оған қоса асқабақ дәнінде кереметте пайдасы бар екен айтылады. Бұл бағалы дән ағзадағы улы заттарды шығарады, жасушаларды жаңартады, ұйқы безінің жұмысын жақсартады, инсулиннің дұрыс бөлінуін қадағалайды. Нәтижесінде қандағы қант мөлшерін өз қалпына келтіретін болады. Артық салмақтан арылтады. Кез келген дән, әсіресе асқабақ дәні өсімдік ақуызы мен жасұныққа, яғни клетчаткаға бай. Ал бұл заттар өз кезегінде ағзадағы майды ерітіп, артық салмақтан арылтады. Диетологтар қарныңыздың ашқанын сезе бастасаңыз, асқабақ дәнін жеуге әдеттеніңіз дейді. Оның құрамындағы пайдалы заттар ішектің жұмысын жақсартып, зат алмасуды реттейді. Ішекті құрттан тазалайды. Асқабақ дәнінің құрамындағы кукурбитин амин қышқылы ішек құрттарының нағыз жауы. Ағзадағы кез келген құрттан асқабақ дәнін жеу арқылы оңай құтыласыз. Дәннің денсаулыққа тигізетін зияны жоқ. Буын ауруынан қорғайды. Суыққа қарсы күресетін күшке ие асқабақ дәні буын ауруын емдеп, тұз байлануды болдырмайды. Сондай-ақ кез келген несеп жүргізіп, артық тұзды шығарады. Керемет емдік қасиетке ие бұл дән буынды түрлі дерттен сақтайды. Остеопороз ауруының алдын алады. Құрамы кальций, магний және мырш элементінен бай асқабақ дәні сүйектің саулығын жақсартады. Сондықтан да остеопороз ауруының алдын алғыңыз келетін болса, қартайғанда сүйектен айырылғыңыз келмесе, немесе сүйектің сынуынан сақтанғыңыз келсе, онда күнделікті тұрғыда тамақтың алдында асқабақ дәнін жеуді ұмытпаңыз. Сонымен асқабақ дәнінің керемет әрі теңдессіз емдік қасиетімен таныстық. Ендеше аталған аурудың алдын алу үшін ағзаны улайтын химикатты дәрілерді ғана емес, керісінше ағзаны дәрумендер мен минералды заттарға байытатын асқабақ дәнін жеуге әдеттеніңіз. Бүгінге айтарым осы, сіздермен бірге болған Гаухар. Соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.